Ассаламағалейкум, құрметті достар. Сарымсақты қашан қазып аламыз, және де оны қалай кептіреміз, және де қалай сақтаймыз. Егер сарымсақты дұрыс сақтасақ, оны келесі жылдың өніміне дейін жеткізуге болады. Бізде өткен жылдың өнімін біз жақында ғана бітірдік. Міне енді осы жылдың өнімдері бізде шығып жатыр. Оған дейін сарымсақты өсіру, отырғызу туралы біраз видеолар салғанмын, оларды көрсеңіздер болады арнадан. Ал енді бүгін мынаны сарымсақ өнімін жинау жайлы бүгінгі видео болады. Жалпы бізде мына жерде сарымсақ биыл күтімсіз болды, мүлде қараусыз, тіпті дұрыс жөнді суда құйылмады. Соған қарамастан міне өнім жаман емес, тамаша өнім шығып жатыр. Шүкір, міне биылғы өнімімізде жаман емес. Жалпы қай кезде қазып аламыз деген сұраққа келетін болсақ, ана жол сондай сұрақтар болған видеолардың бірінде. Жалпы мына стрелкаларды гүлдерін жұламыз ғой. Гүл шыға бастағаннан кейін дереу жылу керек. Мына жерде бір гүл қалыпты, міне. Ол гүлі жұлынбаса, мынаның түбіндегі сарымсақ кіші болып қалады. Өйткені мына гүлге, мынаның ішіндегі дәндерге сарымсақ күшін жұмсап тастайды. Сондықтан да бұл қалай шыққан кезден дереу жұлып тастау керек. Мына жерде біреу қалып қалған, ондай болады, арасында біреу екеу. Ол амал жоқ енді. Негізі жалпы гүлі қалай мынау шығып бастайды, мына басы іріленбей тұрып, соны жұлу керек. Ал енді қазып алатын кезең сол мына гүлдерін жұлғаннан кейін, бір айдан кейін қазып алу кезеңі келеді. Оны түріне де қарап білуге болады. Қазып алуға келгенін қалай білеміз? Мына жерде жапырақтар көп болып тұрады ғой, мына жерде өсіп тұрған кезде мынау жап-жасыл болып, мынандай жапырақтармен тұрады. Енді мынау сарымсақ піскен кезде мына жапырақтары астынан бастап қурай бастайды. Мына жерде менде қазып алып жатқан кезде міне сынып қалды жапырақтары. Бір жапырақ, екі жапырақ, үш жапыраққа дейін қураса, төменгі жақтан бастап, жерден бастап, міне жапырақтар қурап жатыр. Міне біреу, екеу, үшеу. Осы төмен жақтан үш жапырақ қураса, бітті. Ол енді сарымсақ өсуін тоқтатты деген сөз, өнімін жинап алу керек деген сөз. Егер одан кейін де жинап алмасаңыздар, тұра берсе, мынау тістері бөлініп кетеді, сыртқа қарай көтеріліп кетеді. Өйткені мынау пісіп жетілгеннен кейін ол енді мынау қайтадан тамыр шығаруға тырыса бастайды. Сол кезде мынау ісінеді, өзіне тағы да мына жерден ылғалды жинай бастайды. Одан кейін мынау ісініп, мына тістері жан жаққа қарай кетіп қалады. Ондай сарымсақтар сақталмайды қысқа. Сондықтан да уақытылы жинау керек. Осы мына асты жақтарынан жапырақтары қазып алып жатырмын мен. Астындағы жапырақтарының үшеуі шамалап, біреу, екеу, үшеу міне қурады, төртіншісіне қарай кетіп бара жатыр. Осы сәт дәл қазып алатын кезек. Осы кезден бастап қазып алу керек. Міне мен гүлі жұлынбай қалған сарымсақты қазып алдым. Гүлді кеш жылу неге алып келетінін қазір мен сіздерге көрсетемін. Мына діңгегі жуан бұның. Мына түбі жуан болған кезде, мына түптері жуандардың мына жемісі ірі болады әдетте. Мынау мен жуандығы бірдей тағы бір сарымсақ алайық. Мына жерде. Мынау гүлі жұлынған, стрелкасы жұлынған сарымсақ, мынау жұлынбай қалған, ұмытылып қалып кеткен сарымсақ. Енді жемістеріне қарасақ, мынау екі есе кіші болып қалды. Көрдіңіздер ме? Негізі мынаның да өсуі жаман емес, мынау мықты. Бірақ та мына жұлынбай қалған басындағы гүлі күштің бәрін алып кетті де, жемісіміз қандай болып қалды? Екі есеге кіші болып қалды. Сондықтан да мына гүл қалай шығып бастайды, сондықтан сол кезде дереу жұлып алып тастауымыз керек. Мынау гүлі жұлынбаған сарымсақтың қандай нәтижеге алып келетіні міне. Екі есеге кіші болып қалды. Сондықтан да гүлді дереу жұлу керек, уақытылы жұлу керек. Қалай шығып бастайды, дереу жұлып тастау керек, оның бізге қажеті жоқ. Жеміске ешқандай пайдасы жоқ. Керісінше зияны бар. Жемістер мынандай ірі болу керек еді. Міне қандай болып қалғанын көріп отырсыз. Енді біраз бөлігін мен қазып алдым. Шамамен 4-тен 1 ма. Бұны енді қазып алғаннан кейін не істейміз? Қалай сақтаймыз? Бұны қазып алғаннан кейін мына тамырын және де мына жоғарғы сабағын кесіп тастауға асықпаңыздар. Осылай қазып алғаннан кейін мен әдетте бұларды осы күй қойып қоямын. Көлеңке жер болу керек, күн түспейтін жер болу керек. Көлеңке жерге, құрғақ жерге осы күйі қойып қоямыз. Осы қазылған күйі сабағымен, жасыл сабағымен, тамырымен осылай бір апта, 1,5-2 аптаға дейін осы күйі жатса дұрыс болады. Өйткені мына сабақтарында әлі қаншалық азықтық элементтер бар.
осы азықтық элементтер мына жеміске қарай, мына қазып алынғаннан кейін жеміске қарай беріледі. Сондықтан осы күйі жатқан кезде мына сарымсақтың дәмі жақсарады. Мына сабағында қалған азықтық элементтер тамырға қарай кете бастайды, мына жеміске қарай кете бастайды. Сондықтан да осы күйі қойып қойған дұрыс. Дереу бұларды кесіп, мынандай қылып кесіп сақтауға, дайындауға дереу асықпау керек. Осы күйі әлгінде айтқандай мен 1 апта, 1,5-2 аптаға дейін осылай қойып қоямын. Содан кейін барып, мынау толық қураған кезде мынаны кесеміз. Мына жерден шамамен 10 см, 7-8-10 см биіктікте мынаны кесемін. Одан кейін мынаны кесеміз. Содан кейін мына сарымсақ бастарын, одан кейінде сол салқын жерде ұстай берген дұрыс. Күз келіп салқын түскенше, күзде сарымсақтарды егетін кезең болады ғой. Егетін кезеңге дейін мен осыларды көлеңкеде ұстаймын. Оларды кесіп тастағаннан кейінде көлеңке жерде салқындау болған дұрыс, және де күн түспейтін жер болған дұрыс, және де құрғақ жер болған дұрыс. Әдетте навестің астында сондай жерлерде, күн түспейтін жерде сақтап қоямыз күзге дейін. Күзде бұлардың біраз бөлігі қайтадан отырғызылуға кетеді. Андай ірілеулері немесе қатты ірі болып жатса, орташаларын отырғызуға, келесі жылға қайтадан отырғызуға аламыз бұлардың біраз бөлігін. Отырғызылатын сарымсақтар отырғызылып болғаннан кейін, содан қалған сарымсақты біз қысқа сақтауға қоямыз. Енді оған дейін біраз қолданады, банкаға басылатындар болады, оған дейін енді біраз азаяды. Одан кейін қысқа сақтаған кезде бұларды погреб сияқты салқын жерде сақтаған дұрыс. Жер астында, погреб болғанда үйдің астында, жылы үй, отопление істеп тұрған үйдің астындағы погреб, ол погреб емес, ол жерде ешқандай көкөніс сақтауға келмейді, оның температурасы өте жоғары болады. Сондықтан да далада қазылған, ең болмаса шұңқыр болса да, сол далада қазылған погребке сақтаған дұрыс. Менде де әлі погребім дайын емес, погреб жасап үлгермей жатырмын. Мен бұларды қайда сақтаймын? Судың келіп тұратын, счетчик тұратын құдығы болады ғой, сол құдыққа түсіріп қоямын мен бұларды. Сол құдықта жатады, қыс бойы тамаша жатады бұлар. Көктемге дейін жатады. Одан кейін көктемде енді бір күн қатты ысып кеткеннен кейін ол погребтен шығару керек болады. Одан кейін тағы да оларды салқын жерде сақтасақ болады. Күн түспейтін тағы да салқын жерде ұстаймыз, немесе тоңазытқышқа қойып қойсақ болады. Енді көктемде өзі аз ғана бөлігі қалады. Солай біз келесі жылдың өніміне дейін осы сарымсақтарды, өз өнімдерімізді қолданамыз. Жалпы енді сарымсақ дегенді бұлардың артықшылығын айту енді артықтық болады, бәрі біледі. Бұлар қалай денсаулыққа өте тамаша пайдалы екен. Әсіресе осы үйде өсірген кезде, табиғи өз топырағыңызда өсірген кезде бұлардың енді баға жетпес байлық. Бұл енді адамның денсаулығы үшін өте тамаша нәрсе. Сондықтан да осы сарымсақты өсіргенді мен жақсы көремін. Шамамен 10 жыл көлемінде өсіреміз. Жыл сайын осылай өсіріп, жыл сайын келесі жылға тағы да отырғызуға қалдырып отырамыз. Бүгінге осындай мәлімет арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.